Біз кімбіз? Жауап көп. Біреуі әлімсақта мұсылманбыз дейді, біреуі қазақпыз дейді, мен едім дейді. Ал сайып келгенде біз кімбіз? 0-0-міз. Біз ешкім емеспіз. Абай айтады, адам бір боқ көтерген боқтың қамы. Одан артық қалай айтуға болады? Рас, бізді де Алла тағала жаратты. Тіршілік кешеміз. Жер бетіндегі өзімізше бір қожайын сезініп кетеміз кейде. Бірақ ең әлсіз жаратылыс екенбіз. Күн суытса, біз шыдамаймыз. Күн ысыса, тағы шыдамаймыз. Аш та жүре алмаймыз. Шөлден қаталаймыз, тіпті ұйқыға да әлсізбіз. Сонда сайып келгенде біз шынында да әлсіз пендеміз. Өткенде бір көп қабатты үйден өзім тұрады. Жаяу көтеріліп келе жатсам, бір ана болғанда да жас ана көтерген баласы бар. Ол қолдың бір екі саусағына әлгі баланың жейтін азығы ма екен, дорбасын іліп алған. Мына қолда ойыншығы. Арша-борша келе жатыр. Ана бала аттан да болады. Сонда ойлаймын ғой шіркін-ай. Дәл осы тұсты, дәл сол сәтті мынау рәсімге тартып алып, сол баланың төргейдегі түсін айлық қойса ғой өмір бойы. Сонда түсінер ме ананың қадірін? Жетер ме оның құрметіне? Бағалар ме оның бүкіл анау ана деген ардақты біздің енді былайша айтқанда сол ананың қадіріне жетер ме деген сұрақ туындайды ғой. Оны неге айтамыз? Біз мұсылман балаларына да өсиет қалған, тух деп айтады. Бізше біз ата-ана біздің көмекші құралымыз сияқты. Жұмсаймыз, ойыннан білеміз, қарсы шығамыз. Кейде үйленсек, әйелімізден гөрі оларды құрметтеуіміз керек қой жоқ. Біз сол илеуінде кетіп қаламыз, жетегінде жүріп кетеміз жан-жарымыздың. Неге? Себебі ата-анадан екінші қойып қоямыз. Ол жақсы ма? Жақсы шығар, бірақ анау сенің көп қабатты үйдің баспалдағынан түсіп келе жатқан ана келбеті қайда қалады? Оның мехнаты ше, оның тартқан зардабы